Жақсы балалар, онда сабағымызды бастаймыз. Қанекей, Мансұр, камераңды қоса қой. Жақсы, ең алдымен балалар. Қанекей, көңіл күйімізді көтеріп алайық, я? Қанекей, барлығымыз бірге. Қайырлы таң, көздерім, ояндыңдар ма? Қайырлы таң, құлақтарым, ояндыңдар ма? Қайырлы таң, қолдарым, ояндыңдар ма? Қайырлы таң, аяқтарым, ояндыңдар ма? Қайырлы таң, ұстазым, мен ояндым. Күнге қолымызды созамыз. Қанекей, біз бүгін сабақта күнге қолымызды созып, керемет көңіл күймен жоғары бағалар аламыз, я? Апай, мен ұстазмын ғой, мен ұстаз. Өткені мені апай ұстаз қойды ғой, мен бәрін белгілейм. Керемет, керемет. Жақсы. Демек, әрі қарай жалғастырамыз. Өте керемет. Ең алдымен балалар, өткенді сықтап алайық. Яғни, өткенді пысықтап алайық. Қанекей, үй тапсырмасын қайталаймыз. Үйге қандай тапсырма берілген еді? Бесік жыры әнін айтып беру. Жоқ. Құмырсқа мен дән ертегісін оқып келу. Я? Бүгін мен сендерге 6 сандық әдісі бойынша сұрақтар қоямын. Сол сұрақтарға жауап бересіңдер. Ең алдымен сыныптағы, яғни бүгінгі сабағымыздағы ережелерді есімізге түсірейік. Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз. Жауап беретін кезде микрофонды қосамыз. Ал қалған уақытта өшіріп қоямыз, я? Бір-бірімізге кедергі жасамаймыз. Жауап берген кезде нақты сұраққа дәл жауап беруіміз керек. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетіп, жоғары жетістіктерге жетеміз. Мен сендерге сенемін. Жақсы онда. Бастайық. Бірінші сандықты ашамыз. Ертегі кейіпкерлері кім? Кім жауап береді? Мен апай, мен жауап. Мансұр жауап бере ғой. Ертегі кейіпкерлері құмырсқан мен дән. Өте дұрыс. Ертегі кейіпкерлері құмырсқа мен дән. Келесі сандықшаны ашайық. Бидай қандай жағдайға тап болды? Кім жауап береді? Мен апай. Амирлан жауап бере ғой. Ол өзі бір ғана дән болғанымен, ол топыраққа жылы болсын деп, топыраққа астына бара беріп, құмырсқаны кездестіреді. Құмырсқаны кездестіреді. Құмырсқа оны алатта өзінің үйіне апарады. Алып кеткісі келеді өзімен бірге. Өте дұрыс, Амирлан. Келесі сандықшаны ашайық. Құмырсқа не істеді? Бидаймен кездескеннен соң құмырсқа не істеді? Қандай әрекет жасады? Жақсы, Мансұр жауап берші. Мансұр. Құмырсқа көмді. Құмырсқа сосын дән айтты. Мансұр, біз әлі ол жеріне келмедік қой. Құмырсқа дәнді не істеді? Алып кеткісі келді. Амирлан, Қанекей толықтырып айта ғой. Ол құмырсқа дәнді алып кетіп,
ол құмырсқаның қарнын ашып, ол дәнді өзінің үйіне апарады да, Я құмырсқаның азық үйіне етпекші апарады болды. да, сосын үйге келе жатқанда дән айтады. Жақсы, Жіберші. Амирлан, барлығын айтып тастамаймыз. Оқығаның көрініп тұр. Басқа оқушылар да жауап береді, иә? Жақсы. Келесі сандықшаны ашамыз. Бидай, қандай өтініш айтты? Бағым жауап бере қойшы. Бидай. Апа, мен айтайын. Апа, мен айтайын. Бағым, Сауат, Қанеке, жауап бермеген оқушылар. Мариям, Алихан. Бидай қандай өтініш айтты? Тынышталамыз. Тамирис жауап береді. Тамирис. Шарт жасасады, дұрыс. Қандай шарт жасасады олар? Бидай не деп айтады? Апа, мен айтайын. Топырақтың астына көмді, мен 3 жылдан кейін маған Дұрыс, тынышталамыз. Иә, балалар. Мен 100 дән болып өсіп тұрамын. Жақсы, Сен мені тынышталамыз. жіберсең 100 дән болады. Я, Амирлан, жақсы балалар. Бидай айтады, дұрыс, мені жердің астына көміп кет, тастап кет, мен келесі жылы 100 дән болып өсіп тұрамын деп айтады. Дұрыс. Келесі. Балалар бір-бірден жауап береміз. Неге? Құмырсқа оған сенбейді. Не үшін? Апа, мен айтайын. Апа, мен айтайын, бағым. Бағым айта ғой. Апа, мен айтайын. Бағым. Сосын, ол сені оны білмейді. Я, ол бидайға сенгісі келмейді, себебі оның қарны аш, қысқа азық еткісі келеді. Алдап кетуі мүмкін. Я, алдап кетуі мүмкін деп ойлайды. Өте дұрыс. Мен сені атпетсем, азықсыз қаламын дейді. Я, жақсы, әрі қарай. Соңғы сандықшаны ашайық. Қараймыз, мұқият. Апай, мен жауап берейін, Мансұр. Бидай сертінде тұрды ма? Апай, мен айтайын. Апай, мен айтайын, Мансұр. Мансұр айта ғой, бидай сертінде тұрды ма? Апай, мен айтайын. Басқаларымыз кімде? Бидай сертінде тұрды. Апай, мен айтайыншы. Амирлан айта қойшы, Қанеке, иә. Бидай дәні берген сертінде тұрған. Құмырсқа дәнге сеніп, оны топыраққа Көмеді. Сол жаққа Қалдырады. салды. Я, сосын келесі жылы бидай не істеді? Сосын бидай өзін 100 дән болыпты. Бидай сертінде тұрыпты, я, балалар? Мінеки. Оған танылған құмырсқа. Я? Апай. Сен қалай 100 дән болдың дейдің? Я, ол әрі қарай ертегінің жалғасы болды. Жақсы. Балалар, өте жақсы. Маған неудобно. Тынышталамыз, балалар, тынышталамыз. Келесі. Үй тапсырмасын қайталадық. Құмырсқа мен бидай дәні ертегісін еске түсірдік. Барлықтарың оқып келіпсіңдер, жарайсыңдар. Ендеше жаңа сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен мына жұмбақтарға назар аударайық. Қанеке. Оның әрі. Тынышталамыз. Иесі оның сәби, әрі төсек, әрі үй. Ол не?
Бесік. Қанеки, көрейік. Бесік, өте дұрыс. Келесі жұмбақ. Даладай кімнің кең пейілі, данадай кімнің мол мейірі. Ана. Қарайық, дұрыс па екен, әлде бұрыс па екен? Дұрыс, ана. Даладай кімнің кең пейілі, данадай кімнің мол мейірі, ол ана. Өте жақсы балалар. Енді мына өлеңді маған оқиды бағым. Қанеки, жақсылап оқып бере қойшы. Бұл күн бала деп түнде шошып оянған. Ұйқысын төрт бөліп, түнде бесік таянған. Я, бағым кімнің өлеңі екен? Ана. Ыбырай Алтынсариннің өлеңі екен, иә, балалар. Ана, бұл ана, өте дұрыс. Бала деп түнде шошып оянған. Түн ұйқысын төрт бөліп, түнде бесік таянған. Ол ана. Балалар, сендер аналарыңды жақсы көресіңдер ме? Аналар біздің өміріміздегі ең жақын жандар, иә? Жақсы. Енді мына ребусты шешейік. Қанеки. Бірінші тұрған суретте 5 саны. Я? Келесі тұрған суретте ішік. Ішіктің алғашқы 2 әріпін алып тастасақ, қандай буын қалады? Үк. Үк буыны қалады екен, дұрыс. Келесі суретте не бейнеленген? Жылқы, я? Жылқының соңғы 3 әріпін алсақ, бізде қандай буын қалады? Бесік жыл. Келесі суретте тарыдан таны алсақ, ры қалады. Бесік жыры. Бесік жыры. Бізде шықты бесік жыры сөзі. Өте жақсы, жарайсыңдар. Балалар, бесік жыры қай кезде айтылады? Кім біледі? Қай кезде айтылады бесік жыры? Апай, мен айтайын? Мансұр айтады. Тынышталамыз, Мансұр айтады. Сәби ұйықтайын. Сәбині сол бесік жырмен ұйықтатады. Бесік жырмен ұйықтатады. Я, дұрыс, сәбиді, я, бесікте жатқан сәбиді бесік жырмен ұйықтатады. Жақсы. Ал бесік туралы не білесіңдер? Бесік туралы кім не біледі? Апай, мен айтайын. Айта ғой, Амирлан. Амирлан, айта ғой. Бесік ол арналған әрекет. Ол жақта ұйықтайды. Сосын Я, бесік ол ағаштан жасалған сәбилер жататын бұйым, я? Қанеки, бағым сен не айтасың бесік туралы? Балалар сызбай отырамыз, Мансұр сызбаймыз. Апай, мен өлеңімді айтып берсем бола ма, сіз жатта деген. Жақсы, айта ғой, Қанеки. Бесік жыры әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жілік жағып берейін, бай құтанның құйрығын жүкке тағып берейін. Әлди аппағым, қойдың жүні қалпағым, жұртқа жаман болса да, өзім сүйген аппағым. Жақсы, өте керемет. Бағымға қол шапалақтап қояйықшы, Қанеки, балалар.
Әдемі бесік жырын жаттап келіпті, иә? Бүгінгі сабағымызды керемет бесік жыры мен ашамыз. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 48-ші бетте ұйықта бөпем жата ғой. Бүгін біз бесік жыры және де әлди аппағым өлеңдерімен танысатын боламыз. Ал Мен басқаша аппағымды оқиыншы. қазір оқисыңдар. Асықпаңдар. Микрофонымызды өшіріп Апай, мен отырайық. басқа әлдені айтам. Иә, сабақтың соңында Басқа айтасың жыр. қазір. Жақсы. Мінекей, бүгін біз әлди аппағым өлеңмен танысамыз. Мен оқып беремін бірінші, сосын сендер оқисыңдар. Тыңдаймыз. Мұқият тыңдаймыз, микрофонды өшіріп қоямыз. Әлди аппағым. Әлди аппағым, қойдың жүні қалпағың. Жұртқа жаман болса да, өзім сүйген аппағым. Әлди шырағым, көлге біткен құрағым. Жапанға біткен тірегім, жаман күнде керегім. Қалқам менің қайда екен? Асқар тауды екен. Онда неғып жүр екен? Алма теріп жүр екен. Айналайын шырағым, көлге біткен құрағым. Маңдайдағы құндызым, аспандағы жұлдызым. Әлди балам, ақ балам. Өте керемет бесік жыры екен, балалар. Апай, мен бірінші айтайыншы. Амирлан оқи ғой. Бірінші шумағын Амирлан оқиды. Тыңдаймыз. Әлди аппағым, қойдың жүні қалпағым. Жұртқа жаман болса да, өзім сүйген аппағым. Жақсы, әрі қарай. Алихан. Апай, мен Нере үшінші оқиды? шумағын. Алихан, екінші шумағын. Әлди шырағым, көлге біткен құрағым. Жапанға біткен тірегім, жаман күнде керегім. Жақсы. Әрі қарай. Зере сосын бағым оқиды. Зере. Үшінші шумақ. Зере. Үшінші шумақты Тамирис оқиды онда. Тамирис. Қалқа менің қайда екен? Асқар тауда екен. Онда не ғып жүр екен? Алма теріп жүр екен. Бағым оқи ғой. Айналайын шырағым, көлге біткен құрағым. Маңдайдағы құндызым, аспандағы жұлдызым. Әлди балам, ақ балам. Өте жақсы, балалар, керемет. Керемет оқып шықтыңдар. Өте жақсы. Неке балалар, бұл да бесік жыры болып табылады екен. Бесік жыры, балалар, тұрмыс салт жырларының көне түрінің бірі. Әлемде бесік жыры барлық халықтарда да айтылады. Бірақ әр халықтың салтына сай әртүрлі айтылуы мүмкін. Бесік жырының басты қызметі бесікте жатқан сәбиді тербетіп, сол бесіктің тербелісіне ыңғайласып, сәбиді ұйықтату болып табылады екен. Бесік жыры баланың сәби кезінде 1 жас пен 5 жас аралығында айтылады екен. Жаңа бізге бағым өте керемет бесік жырын айтып берді. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Тұлғаны таны әдісі. Біздің әлди аппағым өлеңін жазған жазушы ол Мағжан Жұмабаев. Мағжан Жұмабаев 25 маусымда 1893 жылы Солтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Мағжан Жұмабаев ауданында дүниеге келген екен. Ол
Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызы және ұстаз болған екен. Әлде аппағым және де бесік жыры өлеңдерін Мағжан Жұмабаев жазған екен. Келесі, бесік жыры өлеңін мен сендерге айтып берейін, әндетіп, иә? Сосын сендер оқисыңдар. Тыңдаймыз, Мариям. Барлығымыз микрофонды өшіріп қояйық. Бесік жыры. Күнім айым еркетайым білейін енді. Тыста дауыл жатқан ауыл ұйқыңда келді. Жұмсақ бесік жылы төсек жата ғой қозым. Әлде бөпем ұйықта жұм көзің. Құлыншақтар, қозылақтар бәрі құйқыда. Сен жұлдызым, сен көз нұрым, кір тәтті ұйқыға. Неке балалар, осылай бесік жырын өз қалауларыңша әндетіп, бесіктің тербелісіне ыңғайластырып айта беруге болады екен. Мені бағалап жіберіңдер, Қанеке, мен қалай айтып шықтым бесік жырын? 10 балға бағалайсыңдар ма? 10 балға. Жақсы балалар, рахмет сендерге. Қанеке, маған енді осы өлеңді мәнерлеп кім оқып береді? Амирлан. Апай, мен айтайыншы, Мансұр. Амирлан, оқи ғой. Тынышталамыз, басыларымыз. Айым еркетай бөлейін енді, тыста дауы жатқан ауыл ұйқымда келді. Жұмсақ бесік жылы төсек жата ғой қозым. Әлде бөпем ұйықта жұм көзің. Құлыншақтар, қозылақтар бәрі ақ ұйқыда. Сен жұлдызым, сен көз нұрым, кір тәтті ұйқыға. Сауат оқи ғой. Тынышталамыз. Айым еркетайым бөлейін енді, тыста дауыл жатқан ауыл ұйқыңда келді. Жұмсақ бесік жылы төсек жата ғой қозым. Әлде бөпем ұйықта жұм көзім. Құлыншақтар, қозылақтар бәрі ақ ұйқымда. Сен жұлдызым, сен көз нұрым, кір тәтті ұйқыға. Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, барлығымыз оқсақ, бізге уақыт жетпей қалады ғой. Келесі тапсырмаға көшейік. Келесі сабақтарда мен барлықтарыңа оқытуға тырысамын, жақсы ма? Үйде бірнеше рет қайталап оқыңдар. Енді мына суретке қарайық. Тапсырма, мына суретке қарайық. Суретте кім бейнеленген? Ана мен бала. Ана мен бала. Ана мен сәби бейнеленген, өте дұрыс, жарайсың. Ана баласына қандай сөздер айтады? Сендердің аналарың сендерге қандай сөз айтады? Қалай еркелетеді? Жаным. Жақсы. Күнім, айым. Менің мамам Арыстан деп береді ғой. Біздің Мансұрды Арыстан деп еркелетеді екен. Қандай күшті.
Мінекей. Апай, Апай, мен де арыстан дейді қонаққа барған соң. Сары О, арыстан. керемет, керемет. Тағы қалай еркелетеді аналарың? Қанекей, Томирис, Мариям, Зере, сөйлеп отырайық. Өте жақсы. Біздің бағым, балалар, бағым біздің балапанға ұқсайды, я? Өте керемет. Балапаным деп еркелетеді екен бағымды. Жақсы. Я, әшем балапан дейді ғой. я, сендер балапансыңдар, күнсіңдер, айсыңдар. Мен де сендерді еркелетемін, я, балапандарым деп еркелетемін. Жандарым деп еркелетемін. Өте жақсы. Анамыз біздің өмірдегі ең жақын жанымыз. Анамызды сыйлауымыз керек, құрметтеуіміз керек. Аналарымыз бізге тәлім тәрбие береді, я? Ал сендерге аналарың бесік жырын айтқан ба? Я, Ұйықтарда бесік жырын ертегі оқып береді ме? маған ең бірінші бесік жырын айтқан. Жақсы. Маған кішкентай кезімізде айтқан. Я, кішкентай кезде барлығымызға бесік жырын айтып ұйықтатқан екен, я? Өте жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Қанекей, сабақты қорытындылау мақсатында я жоқ тапсырмасын орындап тастайық. Сұрақты оқимын, сендер я немесе жоқ деп нақты жауап беруге тырысыңдар. Бесікке аналар жатады. Я ма жоқ? Жоқ. Дұрыс. Келесі сұрақ. Бесік жырын аналар, әжелер айтады. Я, Я, дұрыс. Бесік жыры өлеңі Ыбырай Алтынсариндікі. Я жоқ. Жоқ, Ыбырай Алтынсариндікі емес ол. Мағжан Жұмабаевтікі. Жақсы. Мағжан Жұмабаев ұстаз. я, Я, дұрыс. Түн ұйқысын төрт бөлетін бала. я, Я мане. Ана ғой. Ана, дұрыс айтасыңдар. Түн төрт бөлетін ол ана. Демек жоқ болады. сәбилер жатады. Я, Бесікке сәбилер жатады. Я ма? Я. Жақсы. Өте керемет, балалар. Барлығын дұрыс таптыңдар. Бесікке сәбилер жатады. Дұрыс. Бесік жыры және әлде аппағым өлеңінің авторы Ыбырай Алтынсарин емес, Мағжан Жұмабаев. Естеріңде болсын. Мағжан Жұмабаев кім екен? Ұстаз. Жазушы. Ол бесік жыры өлеңін жазған. Я. Өте жақсы, балалар. Мінекей, жауаптары шықты. Барлығы дұрыс екен. Енді балалар, сабағымыздың аяғында кері байланыс жасап жіберейік. Бағымның жақсы көретін смайликтерімен. апай, өлеңді айтамыз ба? Мансұр, сен Бесік жыры? өлең жаттап келдің ба? Я, Жақсы, Мансұрдың бесік жырын тыңдайықшы онда, Қанекей. Сабақ аяқталмас бұрын Мансұрдың бесік жырын тыңдап алайық. әлди, ау, әлди, балашым, әлдилейді анашым, бесігіне жата ғой, тәтті қылға бата ғой. Әлди, ау, әлди, баламай, әлдилейді анаңай, бесігінді тербетіп, әлдиіме жата ғой, саламай,
әлди, әлди, әлди-ау, әлди, әлди, әлди-ау, әлди, әлди, әлди-ау, әлди, әлди, әлди-ау. Жақсы, Сақта Мақсұт. туған далаңды, Мхм. тілің салтын сананды, әлі өсіп ер жетіп, қуантарсың ананды. Апай, мен айтайын ба, мен де жатап алдым. Мариям айта ғой, қанеки. Бесік жыра әні, әлі ақ бөпем, ақ бесікте жат бөпе, жама бөпе жама, жүрек шығып берейін, бақыттаны құйрығы жүкке тағып берейін, ай, бөпем, айтайын бал бөпем, ән тыңдағып келсе егер, және айтайын жан көкем. Жақсы. Керемет балалар, біздің сыныбымызда әншілер көп екен ғой, иә? Қанеке қол соғып қояйықшы. Өте керемет айтып шықты бесік жырын. Жарайсыңдар. Өзіме ұқсаған оқушыларымда әнші екен ғой. Жақсы, сабақты аяқтайық. Қанеки, кім қай смайликті таңдайды? Кім сабақты қаншалықты түсінді? Мен Сары. сары смайликті таңдаймын. Я, сабақты толықтай түсіндіңдер ме барлықтарың? Мен сабақ толық түсіндім. Жақсы, жарайсыңдар. Сабақ қызықты болды ма? Сабақ қызықты болды ма сендерге? Маған қанша балл қоясыңдар? Мен сабақты қалай өттім? Рахмет. Мен де сендерге бүгін барлықтарыңа 10 деген балл қоямын. Себебі бүгін барлықтарың өте белсенді болдыңдар. Мен таң қалып отырмын. Өте жақсы. Әр сабақта, әр күні осындай белсенді болатын болсаңдар, сендер болашақта білімді, ақылды, жүйрік, зерек бала болып шығасыңдар деген үміттемін. Керемет балалар, қанеки. Барлығымыз бір-бірімізді қол шапалақтап қояйық. Бүгінгі сабақты өте керемет жүргіздік. Керемет. Көңіл күйіміз жақсы. Үйге тапсырма балалар, тыңдаймыз. Үйге тапсырма.